Баршаңызға қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Бүгінгі аудио подкастымыздағы «Ұлан мен» бағдарламасының жүргізушісі мен Нұрила Ғаниқызы. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Бүгінгі біздің аудио подкастымыздың тақырыбы музыка мен киноның жастарға әсері. Сондықтан осы тақырып бойынша сөз қозғау үшін өзімен қатар жас буыннан сұхбат алуды жөн көрдім. Бүгінгі біздің қонағымыз әнші, өнер мектебін тәмамдаған Мұхамеджан Айым. Сәлем Айым, бүгінгі аудио подкастымызға сұхбат беруге келіскеніңе үлкен рахмет. Жалпы алғашқы сұрақтан бастасақ, сенің ойыңша музыка адамның көңіл күйіне әсер етеді ме? Сәлем Нұрила, саған көп рахмет мен осындай сұхбатқа шақырғанына. Сенің сұрағың бойынша жауап беретін болсам, музыка адамның көңіліне өте көп әсер қалдырады. Себебі егерде адам өзінің таңын бір көңілді әннен бастайтын болса, оның күні ерекше күшті болып өтеді. Ал егерде адам таңын көңілсіз әнмен бастайтын болса, оның барлық күні, сол бір күні сәтсіз өтетін болады. Келесі сұрақ, қазіргі жастарға киноның ықпалы қандай деп ойлайсың? Ықпалы өте зор деп ойлаймын, себебі әрбір шығармашылық заттың, бір кино болсын, ән болсын, соның өзі бір адамға бір түйіннен қалдырады. Жақсы. Келесі сұрақ, қазір қоғамда мынандай бір ой, яғни пікір қалыптасып кетті. Кейбір әндер, не болмаса фильмдер адамның ойлау қабілетіне, не болмаса мінез құлқына әсер етеді дейді. Сен осы пікірге жалпы қалай қарайсың? Мен бұл оймен толық келісемін, себебі қазіргі таңда жастар өздері бір бағыт таңдайды ғой, фильмнен болсын, әннен болсын. Көбісі лирикалық әндерді жақсы көретін болса, олар өте мұңшыл дегендей болады ғой. Өте сезімге берілетін адамдар деп білемін. Ол адамның мінезіне музыка мен фильм өте көп әсер етеді, әсер қалдырады адамның мінезіне деген. Я, шынында сенің бұл сөзіңе толықтай келісемін. Келесі сұраққа көшсек, жалпы қазіргі таңда отандық фильмдеріміз қарқынды түрде дамуда. Әр апта сайын әртүрлі жанрда фильмдер шығып жатыр. Оның өзі әртүрлі тақырыптарда. Мысалы алатын болсақ, тәрбиелік мәні бар қазіргі таңда фильмдеріміз өте көп. Осы тұста ана туралы, достық туралы, махаббат туралы фильмдерді біз апта сайын шығып жатқанын көріп жатырмыз. Осы тұста саған сұрақ, пайдалы және тәрбиелік мәні бар фильмдер жастарға не бере алады деп ойлайсың? Тәрбиелік мәні бар фильмдер олар жастарға өмірдің мәнін түсінуге, дұрыс шешім қабылдауға және жақсы мен жаманды ажыратуға көмектеседі. Мұндай фильмдер адамгершілік, достық, адалдық, анаға деген құрмет, досына деген құрмет дегендей жақсы қасиеттерді үйретеді. Сонымен қатар олар жастарды өз армандарына сенуге, қиындықтарға мойымай алға ұмтылуға шабыттандырады. Фильмдер арқылы жастар өмірлік тәжірибе жинап, өз болашағына дұрыс бағыт таңдай алады. Я, шынында 40 минуттық фильмнің өзінде, не болмаса 2 минуттық әннің өзінде де жастарға берері өте көп. Сонымен біз соңғы сұраққа да келіп қалдық. Жастарға шабыт беретін қандай фильм, не болмаса ән ұсынар едің? Мен жастарға шабыт беретін фильм ретінде Доктор Ким сериалын ұсынар едім. Бұл фильмде басты кейіпкер әрқашан адамдарға көмектесіп, қиын жағдайларда үмітін жоғалтпайды. Ол батылдықты және де жақсылық үшін күресуді көрсетеді. Сондықтан бұл фильм жастарға батыл болып әрқашан дұрыс жолды таңдауға шабыт береді деп ойлаймын. Мәссаған, өте жақсы. Бұл сипаттамаң арқылы мен де осы фильмді көруге асықпын. Ендеше Айым, бүгінгі сұхбатың үшін саған үлкен рахмет. Құрметті тыңдарман, біз бүгінгі аудио подкастымызды аяқтаймыз. Сіздермен болған Нұрила Ғаниқызы, нұрлы күндерде жолыққанша.